Қалайсыздар жақсылар? Бүгін мынау біздің керемет Женщин подкастымыз ағамыз Бекшәріппен басталып жатыр. Бақай тобы. Бұл кісіні танымайтын адам жоқ. Халықтың барлығы біледі, сүйеді, әндерін тыңдайды. Сонымен қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум барша көрерменге. Қалдарыңыз қалай? Жақсы болып отыр ма қазір барлығы? Ничего сияқты. Соны бір қызық сұрақтан бастайын деп тұрды. Бірінші сұрағымды қояйын дегенім, концерт бердіңіздер, шықтыңыздар, концерт беріп шыққаннан кейін бір қандай қызықты мақтаулар болды сізге? Айтқан өзіңізге бір қызықты болып естілген мақтау қандай болды? Жалпы концерт барысында ма? Жоқ, енді бәрібір. Өмірде ма? Өмір тойға кіріп шықтыңыз, мысалы, білмеймін, бір концертке кіріп шықтыңыз, бір ауылдағы концертке кіріп шықтыңыз, дворецтен шықтыңыз, бірақ сізге біреу бір мадақтау айтты да. Бірақ ана мадақтау бір қызықты болып естілді. Қандай қызықты мадақтау болды ондай? Өмірімде мысалы ең бірінші біз Бақай тобы 2004-те құралып шықтық. Алдында Ененбек тобы болдық. Жалпы осы кім кінәлі әні шыққаннан кейін ең бірінші мақтауды мен темір жолда бір әйел апамыздан естідім. Керемет әндеріңіз, сіздердің әндеріңізден кейін біздің ауылдың көп жастары ажырасуын тоқтатты деді. Ондай да болып кетті ма? Мұна мен қызықты деп айтайын деп атса, бұл қызықты емес, бұл өнегелі болайын деп тұрған сияқты. Өнегелі бұл маған, мен үшін. Кім кінәлі әнінен сондай жақсы бір әсер алдым да мен сол апамыздың сөзінен кейін. Ал ең қызықты деген ең бірінші шығып жатқан кезде бір тойда ғой. Үлкен енді ол уақытта рэп бақыты енді бізге дейін де болды рэп айтушылар. Соны енді біз жаңағы кім кінәліні сахнаға шығып айтып жатқан кезде бір ақсақал таяғымен ілді. Сахнадан кеттіңдер, не айтып жатсыңдар деді. Түсінбейді ғой. Мен жаңа екінші сұрағым, рэпке не үшін келдіңіздер? Рэпті сіздер осы ең біріншілері болып айттыңыздар ғой, сұрақ қойын деп жатқам. Сөйтсем Бек ағамыз өзі бастап кетті. Сонымен жаңағы үлкен кісіміз аяғымен сіздерді қуып шықты ма, не қылды ол? Үлкен кісі бізді қумақшы болды, оны басқа бір қуып кетті. Алып кетті. Арғай той болып кетті. Ата жүріңіз, неңіз бар оларда деп жаңағы. Соны енді үлкен ақсақал енді ана тойдың әнін күткен болар, енді біз енді Ақайының қасында деп шайып атқан кезде. Оған енді тойдың әні керек болды. Бірақ енді сол заманда рэп деген, қазақша рэп деген жалпылама жоқтың қасиеті ғой. Қазір енді шүкір. Енді біріншілердің арасында сіздер шықтыңыздар өздерің жаңа рэптерді айтып дегендей. Менің өзімнің ойым, менің сол кездегі балалық шағымдағы тыңдап жүрген рэптер, мысалы мен қазақша рэпті ол кезде тыңдамағанмын. Бірінші болып сіздердің әндеріңізді тыңдадым. Ол шыны керек, ол ашығын айту керек ол. Және де рэпті айтып жатыр деген бірінші сіздерден естідім мен. Не үшін? Не үшін рэп? Не үшін именно рэпті қостыңыздар? Не үшін былайда әдемет, керемет айтасыздар өздеріңіз, бірақ не үшін рэпті ішіне қостыңыздар әннің? Жалпылама біз енді Ененбек тобы болып жүргеннің өзінде арасында кішкене шумақ болса да рэп қосатын тұғымыз. Енді Бақай тобы бөлек проект болып шығып жатқаннан кейін біз ойландық, қандай немен шығамыз, халыққа не жеткізе аламыз деген секілді. Қаншама стильдер рокпен айтып шығамыз ба, мүмкін былай жаңағы халық әнін айтып дәстүрлі әнге көшеміз ба деген секілді неше түрлі жолдар болды, бірақ соның арасынан біздің қазақта рэп жетіспей тұр деген сұрақ келді өз-өзіме. Неге осы рэпті халыққа өсіп шығармасқа, неге осы қазақ рэпін дамытпасқа деген секілді осы бағытты сол таңдадық біз. Жалпылама енді өзім рэпер емеспін, мен оқушымын деп айтайыншы. Рэп оқушымын. Жоқ, рэптің өзі ол рэпті айтпайды, рэпті оқиды. Біз тура сөйлейтін болсақ,
дұрысынан сөйлейтін болсақ, рэпті оқымай, рэп орындаушысымын деп айтайықшы. рэпті оқиды, иә. Иә, рэп орындаушысы. Иә, енді мына мен ендігі қойып жатқан сұрағымды миллиард рет қойған шығарсыздар, миллион рет те қойған шығар да, не үшін Бақай? Сол десең. Аши Бақай қаласаң, болды дейсің ғой. Жоқ, бұл енді Бақай деген сөздің өзі шықты ғой бұл жақтан. тарихы былай ғой. Тарихы біз осы Ержан бауырымыз екеуміз осы Бақайды құратын кезде, жалпы топ құратын болып шешкен кезде, Ержан бауырымыз Атырауда Құлсары қаласында бір клубтың диджейі болып жұмыс істеді. Осы жерде бір ағамыз бар, өнерді қатты жақсы көреді, жақсы бағалайды. Осы кісі бізді қолдау керек, қолдауы мүмкін деді. Ол уақытта мен өзім жеке үнтаспамды, альбом деп айтады қазір енді, сол жеке үнтаспамды жазып жатқам. Сенің концертіңді қойып, сені шақырайын деді. Саған дейін мен ағамен сөйлесіп қоямын деп. Менің концертім болды, күшті, керемет өтті. Жалпы Эненбек тобының әншісі Бекшәріптің концерті деп жаңағы плакаттар іліп, Құлсары қаласында жаңағы клубта жақсы концерт, жақсы кеш болды. Кештен кейін ертесіне қайтамыз, бірақ ағамыз жібермей қойды. Қайда барасыңдар? Жоқ, қонақ боласың. Қонақ боласыңдар деп. Сонымен 3 күн дейма қонақ болдым. Бірақ Ержаннан сұрадым, айттым ба десем, жоқ, айтпадым. Мен кетіп сөйлесем сенмен дедім десең. Сосын Жоқ, не айту керек еді ол біз Ержан? Ағамызға айту керек қой. Біз осындай топ құрсақ, сіз қолдайсыз ба деген секілді айту керек. Былайша айтқанда поддержка, за поддержка келіп тұрсыздар ғой сіздер. Спонсор. Қазір поддержка дейік те енді, поддержкамен. Иә, сөйтіп ол айтпаған, қайтатынға уже қайтатын күніме 1 күн қалды. Ертең қайтам. Сөйтіп екі кештің ортасында ағамызға айтам ғой, мен өзім айтам. Өзің айтасың. Аға, осындай біз мына Ержанды бауырыңыз Эненбек тобының мүшесінде болған, бірге өнер саласында бірге жұмыс жасағанбыз. Біз екеуміз бір топ құрсақ, сіз егер қолдайым десеңіз әрине деп. Ол кісі ойланбай жарайды дейді. Не істеу керек деді ма? Бірден жарайды деді. Топтың атын Бақай деп қоясыңдар деді. Әне. Мәселе осы жерде. Қаяқта жатыр дейсің ғой. Иә. 3 күн тойлатқан той не екен ғой? Атау екен ғой бұлар. Иә, сонымен неге Бақай дедік? Содан кейін ол кісі айтты, Бақай деген кіші жүздердің ішінде таз руының ұраны. Бақай деген бабамыз батыр болған. Ол кісі майданда қаза тапқаннан кейінгі мынау әскерлер жауға шапқанда еңсесі түспесін деп Бақайдың атын айтқан кезде рухтары оянатындай, сондай бір батырларын еске алып, рухтар оянып жауға солай шапқанбыз біз. Орыстар ура дейді ғой. Алғашқан. Алға деген секілді осы Бақай деп шапқан екен ғой. Сондықтан Бақай деген есім өте керемет есім, ұлы есім. Алыста жатыр екен ғой, Бақай деген атаудың өзі алыстан жатыр екен. Енді мынау қай елдің гимнына келеді сіздердің айтып жүрген әндеріңіз қай елдің гимнына келеді? Рэппен ешкім айтпайды. Америкада да айтып жүр ғой. Ішіне рэпті қосып жіберіп деген сияқты. Нигерияда бар. Енді өзіңіздің ойыңыз ғой, былай мен абстрактны айтып жатқанымда енді өзіңіз просто жаңа Бақай деп ұрандатып жүгіреді, сондай болған екен деген. Именно Бақай гимнді айтса, қандай елдің гимнін айтатын еді? Енді өзіміздің елдің гимнінен басқа елдің гимнін айтпаймыз ау. Біз өзіміздің қазақтың ұранын ұрандатсақ, соның өзі жарар. Өте дұрыс. Мен үшін. Сіздің кішкене алдыға, бұлай артқа қарай кеткен кезде ең бірінші сахнаға шыққан есіңізде ме шыққаныңыз? 99 жылы. Әне? Үлкен сахнаға шықтым. Үлкен сахнаға? Үлкен сахнаға. Өзіңіз? Алматыда. Сразу Алматыда шықтыңыз? Бірінші рет? Бірінші рет. 2000 жылы. Топ болып шықтыңыздар ма? Жеке шықтыңыз ба? Топ болып шықтыңыз. Эненбек тобы құрылды
99 жылы сол осы сахнаға келіп ол кезде қай мереке екенін есімде жоқ, бір үлкен мереке болып жатқан кезде біз сахнада өнер көрсеткенбіз. Бізбен бірге ДМХ. Олар да рэп оқитын еді ғой. Сіз сол кезде шыққан кезде аяқ қолыңыз дірілдеп, бір мынандай бір судорожный состояние болған жоқ па? Әше шықтыңыз да өлең айта салдыңыздар ма? Жоқ, болады. Болды ма? Болды. Кішкене бір іштегі қобалжу болды. Қобалжу болды. Халық қалай қабылдайды дегендей ғой. Бізді әлі ешкім танымайды. Біз енді бейнебаянымызды жаңа 31-ші телеарна, ол кезде телеарнаны айтуға бола ма? Или болмайды? Бұл нәрсені айта беруге болады бұл жерде. Сол 31-ші телеарнада біздің бейнебаянымыз сол жақтың режиссерлары түсірді. Сол жақтан көрсетілді жалпы. Ененбек тобы. Жанкүйерлеріңіз көп қой. Бұрын көп болған, қазір жоқ десең. Аздайден. Бар кезден көп қой. Бар кезде емес, қазір де бар ғой, бірақ көп кезінде ең қызықты бір сыйлықтар ма, бір сөздер ма, бір хаттар ма жолдаған шығар сіздерге. Қандай болды бір? Қандай бір ішінде бір қызық бір сәті болды ма ішінде бір? Ой, есімде жоқ. Қызық. Көп хаттар, жаңағы мягкий игрушки қалай айтады қазақша? Жұмсақ ойыншық деп айтайын ба? Иә. Сондайлар, сыйлықтар. Мягкий игрушки айта берсек орысша да болады. Смело ғой. Таза қазақша сөйлеуге тырысып жатқан жайым. Орысша да жарытпаймын негізі өзім. Кішкене Маулен сияқты сөйлейін десе. Иә. Вот это есть деп. Дұрыс, иә. Енді Марстан ұшып келдік дейік. Кім? Инопланетянин ұшып келді. Переговорға сізді жіберді. Қандай өлең айтасыз? Өзіңіздің репертуарыңыздан қандай өлең айтатыныңыз? Марстағылар өлең тыңдай ма не десең? А вдруг деген әңгіме ғой? Көп қой ән. Жоқ, көп қой ән, соның ішіне бір ән өзіңіз. Осы Марстарға примерно жақындау, осылар именно инопланетянға жақындау да бір қандай ән бар ішінде? Олар енді мен білмеймін ғой, көрмеген ғой. Марстағылар қандай болады? Кім болады? Марстаға адамдар бар ма, жоқ па? Жоқ, дұрыс қой, ешкім сіз. Аллаға мәлім енді. Тек сіз ғана емес, олармен ешкім сөйлескен жоқ. Инопланетян бар ма, жоқ па, ешкім білмейді. Қиял дейсің ғой. Иә, қиял ретінде. Вот бір өлеңді шығардыңыз, шығардыңыздар. Осы өлеңді бір инопланетянға шығарған сияқтымыз деген сияқты бар. Қуып кеткен ән болу керек қой ол үшін. Примерно. Не үшін қақтан білесіз, инопланетян не үшін қуып кетеді екен олар? Білмеймін. Мен солай қиялдап тұрмын. Шығып кетсін бағайын дегеннен жіберіп ше? Шығып кетсін деп бүткіл халық тұрса дейсің ғой, 7 миллиард. Опмай, марстықтар қайтеді деп отырсаң болып отыр ғой. Инопланетяндар шығып кетсін деп. Иә. Сіз вообще қиялдамайтын адам екенсіз былайша? Мен қиялым азайып кетті қазір. Иә, сондай сияқты ой жүрмін қазір. Өзім бұрын енді жас кезімде қиялдадық қой. Қазір балдарым өсті. Солардың есейдік дейсіз ғой. Енді есейдік деп айта алмаймын. Әлі де баламыз ғой. Жаспыз ғой. Сол мен айтып тұрмын ғой, жаспыз ғой. Сақал қойғанымыз болмаса. Вот Тимур екеуіңіздің араңызда енді нелерге жүресіз, ары-бері жүресіздер. Екеуіңіздің арасында кім әзілден көп деп жіберетін? Негізі Тимур өзінің ортасында, театрда, өзінің группаластарының арасында өте әзілқой жігіт, жалпы. Көп приколдар тастайды. Өзінің ортасында жүрген кезде талантты жігіт, маған айтады көбісі. Тимур негізі өте талантты жігіт. Сіз дұрыс баланы алғансыз аға деп. Арамызда жаңағы позитив, көңілді көтеріп жүретін солды. Бірақ менің қасымда ол енді бірінші тоққа кірген кезде сәл тұштаңбайлау еді. Бір енді олай болмайды, бұлай болмайды деп мен ағалық немді жаңағы ақылымды айтып көп жерде бұлай түзеп келгенде қазір енді менің алдымда өте сабырлы, салмақты жүреді. Көп қалжыңдамайды.
иә айтқанымды орындайды, сондай жігіт болып қалды. Менің алдымда солай жүреді, дүзу жүреді да. Иә. Ал енді өзінің ортасында, өзінің құрдастарының арасында өте әзілқой жігіт. Керемет. Сонымен бір жерінде әзілқой Тима болып шықты ғой. Негізі, иә, ол өте әзілқой болғанда, ойбай сұмдық. Бірақ шет жағасынан бүйтіп байқап қаламын енді. Бірақ мен келсем бүйтіп жинала қаламын. Мені көрсе. Өте дұрыс, өте дұрыс. Көзім шешпейді, шекпейді деп. Көзім шеді. Соңғы шыққан өлеңдеріңіз? Қазіргі таңда шалдар шайқайды деген ән шығардық. Жалпы. Енді шал болып отырмыз ғой. Мен сол айтайын өтқаным осы. Біз әлі жаспыз. Шалдар шайқайды деп. Қайттан бір жаңа ағын шығып кетті да, былайша айтқанда. Шалдар шайқайды деген ән шығардық. Сосын кейін Алға Қазақстан деген ән осы жақында шықты. Енді ойламадым деген ән дайындап жатырмыз. Алға Қазақстан деп жатсыз. Онда бағана гимн туралы жай сұрамаппын ғой мен. Мүмкін. Абдырук дейсің. Абдырук. Енді ол жалпылама қазақстандық азаматтар мен азаматшаларға арналған ән. Орысы, қазағы, өзбегі, қырғызы, ұйғыры бәріне бірдей тиісті. Қазақстандыққа десеңші. Қазақстандық тұрғындар, қазақстандық жалпы қазақ халқына. Қазақ халқына. Қазақстан деген еді. Қазақ қойын. Қазақстанның халқына арналған ән. Керемет. Өрлебесін биіктерден тыңдай берейік. Ол енді шықты, релиз болып шықты. Әлі видеосымен енді оған жақсы бейнебаян керек. Құдай қаласа күтіңіздер, бейнебаянды, керемет бейнебаяндар шығайын деп жатыр алдыда. Енді мынау өзіңіздің... Ол енді бейнебаянға спонсор керек деп бастасаң да. Ағалар сіздердің құлақтарыңызға ма? Иә, енді... Комментарияға жазып кетіңіздер, комментарияға. Біз өзіміз... Ән ұнаса әрине, неге қолданбасқа? Неге? Әнді тыңдап көріңіз, ән керемет. Ән ұнап жатса ағалар, көкелер, разница жоқ. Еңіреп отыр дейсің мына жер. Еңірегеннен бұрын ол айту керек, ондай нәрсені айту керек. Дұрыс. Біреулерге қатты ұнап жатып, біреулердің өзінің көкейінен шығып жатса өлең. Мен осы өлеңге клипті мен өзім түсіріп беремін деп жатсаңыздар, жазыңыздар комментарияға, болмаса хабарласыңыздар. Инстаграмда номер барлығы жазылып тұр, тиктокта да барлығы жерде жазылып тұр. Сол үшін хабарласыңыздар. Енді керемет түсіру керек. Бейнебаян. Ол бейнебаянды енді Қазақстан туралы болғандықтан, қазақстандыққа арналып жазылған өлең болғандықтан, ол бейнебаянның енді қатты атсалысу керек. Қолны көңілмен берілу керек ол өлеңге. Әнді кім жазады сіздерге? Өзімде атсалсам деп атсам. Арасында жүрем өлеңді айтыпсыз ғой. Әнді енді жалпылама байырғыдан Ененбек тобының бастауынан бастап келе жатқан енді өзім көбіне өзім жазам. Әнді. Сөздерін ақындарға жаздыртам. Енді алдында біз Аханов Айжамал деген ақынмен жұмыс жасадық. Менің әндеріме Құрманай марқұм сөз жазды. Сосын Батырхан Дәуренбеков деген ағаларымыз бар. Көп жалпы. Қазір енді Рүстем Арслан, Дулат Құйқас, Бағдәулет Арыстан, көп ақын айта берсең өте көп. Қазір жұмыс жасап жатқан ақындарымыз. Енді оны не үшін сұрап жатқан, шалдардың сөзі кім жатып сұрайын деген ғой бізді. Шалдар шайқайдыны жалпы... Приколын деп. Именно шалдар шайқайды деген сөз қақтан шықты, ол не үшін шықты деген сөз. Мен сол неге келтіріп жатырмын да. Ол ой былай ғой, жалпы бір неде Баян Есентаеваның сөзі болған екен. Құлағым шалып естіп қалған ғой. Опмай шыққан кезде. Вот старики. Аналар
шал болса да молодцы деп жаңағы мақтаған көрінеді, содан кейін уже біз шал болдық па деген секілді өзім солай. Шалдар әлде де шайқайды деген оймен кетті дейсің. оймен солай жазды. Ол жалпы енді куплеттерін жаңағы Дулат Құйқаспен бірге отырып жаздық. Мен жаз деп айтпашы дейді олар. Кейбір өлеңдерде солай ғой енді. Олар енді жалпы поэзияны мақұл көретін жандар ғой. Мынандай шайма өлеңдерге қатты жазып бере салады да былайша. Иә. Мен жазбай-ақ қойшы деп жаңағы. Ондайлар да бар. Ол да дұрыс шығар енді, ол әркімнің өзінің несі ғой, иә. Құдай қаласа, мынау сіз өзіңіздің неңізде, қорыңызда қанша бар? Санын білесіз бе, білмейсіз бе? Санын білмеймін. Көп. Енді жұрттар айтып отады, 200 ән жаздым, 400 ән жаздым, бірнеме депші. Енді шелей қатты ондай 100-ге жете қойған жоқ шығар деп ойлаймын өзім. Арасында, әндеріңіздің арасында бір өзіңізге ерекше бір қатты ұнайтын, түсінікті әндердің бәрі сізге ұнайды, оны өткен өзіңіздің айтқан әндеріңіз, бірақ арасында бір ән бар ма ішінде? Осы ән бір қатты өзіме бір келісіп еді маған деп, мен осы әнді өзім не қылмыш, қатты айтқым келді деп шығарған бір өлең бар ма арасында? Өзімнің әндерімнен. Бұлайша болады ғой, әркім 5-6 бала шағасы болса да арасында бір любимчик болады ғой, былайша айтқанда да. Мен сөйде өз баласы емес, жаңағы мысалы садикте болсын, мектепте болсын, бір любимчик бар дейді ғой мысалы. Сол сияқты бір әніңіз бар ма ішінде, бір любимчик әніңіз? Бір әнім болған, қазір жоқ десең. Оны енді мүмкін мен айтып жеткізе алмаушы едім ол әнді. Райым Уайс деген ініміз алды. Мейрамбек Бесбаев ағамызбен дуэт айтты. Ұмыттым оны деген ән, Бағдаулет сөзін жазған. Өкпелеткен ол менен қайғы көрмеді бірақ деп. Ол өлеңді қазір ешкім айтып отқан жоқ ол өлең? Жоқ, Райым Уайс, Мейрамбек ағамыз екеуі айтып шықты. Қазір айтып отыр олар, да? Ютубта бар. Ол әннің бір... Мен лирикаға жақындаумын негізі, бірақ енді көбіне қазір көңілді әндерді көп жазып жүрмін да. Баяу әндер көбейіп кетті. Сол любимчик әніңіздің бір артында өзінің бір тарихы бар ма, жоқ па, әлде ол өзі келген ән ба? Жалпы десең. Ары қарай, ендігі сұрақ деп бастып кеттіңіз. Мына өздеріңіз кішкене мультфильмдерді, нелерді, дубляжын бар ма, несі бар ма, барлығын жасайсыздар. Тимур екеуіңіздің мынау мировой мультфильмдердің арасында қандай бір персонаждармен өздеріңізді салыстыратын едіңіз? Мысалы, мен Шрекпін, мысалы. Шрекке қатты ұқсайсың. Мен, иә. Өзіңіз солай есептейсіз. Есептеймін. Мені көбісі айтады, Миньондағы итқаған бар ғой, соған ұқсайсың дейді. Өйткені мен денем дәуде, аяғым жұқа қойды. Наларым жұқа. Иә. Аты кім еді оның? Білмеймін. Астын тауып, асты жасып қоямыз, если что, астын тауып. Оны бір жан жасап қояды, асты жасып қояды. Мұна мультфильм деп ше. Тимурды кімге ұқсайды дедің, жаңағы ғаламшардағы? Қазыналы ғаламшар «Планета сокровища» деген мультфильм бар, Диснейдің. Сол жерде бір неге тоқтайды да, корабльмен. Есі ауысқан бір робот бар, сол жерде қуалап жүреді ма? Сол ұқсайды сол ше. Дұрыс, керемет. Қадірменді ағайындар, бүгін Бек өзің келіп бүгін не қылатсың, үлкен рахмет. Біраз әңгіме болды. Қаласа астына комментарий қалдырыңыздар. Арға бір нәрсе айтамын дедің ғой жаңа? Жалпы былай істеу керек қой. Еркін подкастта, еркін сұрақтар болу керек. Кім келесі қонақ кім болу керек? Соны жазыңыздар. Және де ол қонаққа қандай сұрақтарыңыз бар, білгілеріңіз келетін. Соны жазыңыздар.
сол қонақты осы кісілер шақыратын болады. Енді мен құдай қонақпын ғой. Құрметті көрермендер, мына көріп жатсаңыздар біздің подкастты, дәл осы сұхбатты естіп жатқан болсаңыздар, Тимур кімге ұқсайды, Бек ағамыз кімге ұқсайды, мен кімге ұқсаймын, менің мультфильмдерім астына комментария жазып кетіңіздер, біраз талқылайық өзіміз сосын. Өйткені Бек ағамыз бүгін келіп жатыр, әлі алдыда келіп жататын болады. Тағы да құдай қаласа жаңа бейнебаяндар, құдай қаласа жаңағы Қазақстанымызға арнап жазған әннің бейнебаянында шығып жатса, осы жерге келіп тағы бір әңгіме дүкен құрамыз. Бек ағамыз бұл бүгін бірінші рет келіп жатқанда, соңғы емес, әлі келіп тұрады. Бек ағаға қоятын сұрақтарыңыз болатын болса, әрдайым астына комментарияға жазыңыздар. Сосын жаңағы алдымыздағы клипті ұмытып кетпеңіздер. Клипқа атсалысамыз, біз клиптің гонорарын көтереміз десеңіздер, мархаба, күтеміз. Аста жазып кетіңіздер, хабарласыңыздар. Бүгін сіздермен Бақай YouTube каналынан бірінші әнді тыңдап көріңіздер. Алға Қазақстан деген әнді. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыздар.